Сәлеметсіздер ме? Мен балалар жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығының жас өлкетанушы үйірмесінің мүшесі Байхан Айқын Айдарұлы. Мен Садық Шакиров атындағы орта мектептің 8-ші сынып оқушысы боламын. Менің ашық университеттер номинациясы бойынша тақырыбым жас құтқарушылар тобы әлеуметтік жобасы, жетекшім Батырхан Еркебұлан. Жобамның мақсаты елдің болашағына бей-жай қараймайтын тұлға қалыптастыру және қоғамдық мәселелерге белсене араласу және көшбасшылық қабілетін дамыту. Жобамның міндеттері жас құтқарушылар тобын құру, топтың мақсатына жоспарын бекіту, аудандағы өзекті мәселелерге араласу және мәселелерге шешуге қатысты жұмыстар жасау, оқушылардың көшбасшылық және тұлғалық қабілетін дамытатын шараларды ұйымдастыру болады. Осы бағытқа сәйкес күтілетін нәтижем нағыз патриот, саналы және жанашыр тұлғаны қалыптастыру болады. Көшбасшылар қандай болады? Көшбасшы дегеніміз миллиондардың арасынан суырылып шығып өмірге келетін адамдарды айтатын боламыз. Көшбасшы болу міндетті түрде топ, ұйым басқару деген сөз емес, олардың бойында көшбасшылық қасиет пен лидерге тән қасиеттер болады. Кез келген сәтте олар көш бастауға дайын болу дегенді білдіреді. Мен лидерге байланысты көптеген подкасттар мен видеолар көрдім. Олардан түсінгенім бойынша оларға мынандай бір қасиеттер сай келеді екен. Харизма, жетістікке ұмтылу және жоғары амбиция деп аталады. Қазақ көшбасшылары әр заманның өзіне сай көшбасшылар болған. Біз қазақ көшбасшыларын айтатын болсақ, бізге бірінші Тәуке хан, Абылай хан, Кенесары хандар келеді. Олар өз заманын басқара білген және сол замандағы тұлғалар, солардың бойларында қасиет, қайсарлық пен өжеттілік болған. Соларға байланысты осы қасиеттердің арқасында олар ел басқарып, тарихта аты қалған болатын. Менің жобамның мақсатында көшбасшылар болу үшін көшбасшыға мынандай қабілеттер қажет болады. Олар жақсы көре білу, өзінің туған жерін, отанын жақсы көрген адам елінің игілігі үшін қызмет ете алады. Аудандық жас құтқарушылар тобының қағидасы, бұл топтың мүшесі ретінде біз кез келген мектептердің кез келген өкілдерді, оқушыларды шақырып, оларды тіркей аламыз. Біздің мақсатымыз аудан бойынша белсенді оқушыларды бір топқа жинау және оқушылардың бос уақытын тиімді өткізу және жан-жақты дамуына үлес қосу. Және де ауданымыздағы әлеуметтік шараларға белсене қатысу. Біздің бағыттарымызды айта кететін болсам, бұл жерде біз дүйсенбі күні спорттық шаралар, сейсенбі күні интеллектуалды ойындар және әр сәрсенбі әлеуметтік көмек және келесі күні кездесу күні, әр жұма шығармашылық күн болса, сенбі күні экологиялық күн деп таптық. Міне осы кезде біз жас құтқарушылар тобының жоспарын жасаған болатынбыз. Ал біз бұл жерде үш атаға барған суретіміз. Бұл жерден біз үш атаға Төле би ауданында орналасқан болатын. Үш атаға барып қайтып көгалдандыру жұмыстарын жасап қайтқан сәтіміз. Ал бұл жерде біз жануарларды қорғау күнінде өзіміздің үлесімізді қосқан суреттерден тағы бір естелік. Ал бұл жерде тазалық жұмыстарын жүргізу, яғни акцияларды жүргізген болатынбыз. Ағаштардың түптарын тұтап, ағаш еккен болатынбыз. Ал бұл жерде мүмкіндігі шектеулі балаларға сабаққа қажетті заттарын алып бердік. Мен қорыта келе айтқанда, ауданымыздағы белсенді оқушылар арасында мен көрсеткенде көшбасшылар ұйымы және құрылатын болса, жоғарыда көрсеткен іс-шараларды жүзеге асыруға ұстаздар тарапынан қолдау көрсетілетін болса, нағыз керекті менің жобам деп есептейтін едім. Бұл жоба екі жақтан да пайда әкеледі. Біріншісі оқушылардың жан-жақты дамуына және әлеуметтік, тұрмыстық жан-жақты мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге. Менің жобамның ұсынысы ауданымыздағы мәдени тарихи ескерткіштерді жаңғыртып, туристер қызығатындай үлкен мәдени орындарға айналдыру және табысталу. Ал екінші, мектебіміздегі қол өнер бұйымдарға арналған музей ашылса деген ұсынысым бар. Үшінші, көшбасшылыққа байланысты мектептер арасында дебат, байқау сайыстары көбірек өткізілсе деген ұсынысым бар.
бар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.